Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Біздерде бүгін әдеттегідей Тең қоғам әлеуметтік жобасының қызмет алушысы бүгін бізде қонақта Серікбай қызы Рима және анасы Байзола қызы Шолпан бізбен бірге. Және мен шешендік өнер пәнінің маманы Айман Болат қызы. Қайырлы күн баршаңызға. Біздің сұхбатқа қош келдіңіздер. Сіздермен бірге бүгін жақсы әңгіме құрамыз деп ойлаймын. Әңгімемізді бастамастан бұрын Рима, сіз өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Атым Рима. Рима, қош келдіңіз. Енді Рима туралы әңгімені ары қарай Шолпан апай сізбен жалғастырсақ дейміз. Рима туралы қысқаша бізге таныстырып өтсеңіз. Рахмет. Біріншіден енді осылай бізді сұхбатқа шақырып жатырғандарыңызға көп рахмет, Алла разы болсын. Жұмыстарың өрлей берсін, Алла берекесін берсін жұмыстарыңа, жұмдастарыңа көп рахметімді айтам қай кезде де. Ал енді Рима қызыма келетін болсақ, Рима енді үйдегі екінші бала ғой. Екінші балам, бір үлкені ұл бала, содан кейінгі қыз. Рима қызым енді жақсы, ол өзі деген. Енді үйде екі қызым бар, үлкені осы Рима болғандықтан қамқор өзі, балдарға қамқор. Жалпы әке-шешесіне бәріне қамқор. Өзі енді өздігінен өзі сол банағы. Өзінің хоббиі бар, сол бір нәрселерді сатады өзі сол. Банағы жақсы киінгенді жақсы көреді, жақсы сөйлеп, жақсы ортаны жақсы көреді. Тең қоғам орталығына қашаннан бері келіп жүрсіздер? Тең қоғамға неше жыл болды? Бір 2-3 жыл болған, 23 жыл ма? 2-3 жыл болған болар келгеніне. Тең қоғам ұжымына әлде де көп рахметімді айтам енді. Осы тең қоғамға келгеннен бері қарай қызым ашылып, жақсы достар тапты, апа тапты, сіңлі тапты, өзінің ағайындай болып кетті деп ойлаймын. Жақсы ортаға бейімделіп қызым. Қандай, Рима, саған қандай үйірмелер ұнайды осы тең қоғамда? Қандай үйірме ұнайды? Сурет жағы бар да? Өнер, барлығы ұнайды? Көп жағы ұнайды дейді. Банағы сурет жағы ұнайды, сосын қол өнері жақтарың ұнайды. Жалпы бәрі ұнайды. Сол биыл айтайын деп отырғаны мына сіздей банағы шешендік өнер сабағы. Сол қосылғанына өзім өте риза болып отырмын. Себебі балдарға керек қой, жақсы сөйлеу керек, жақсы орта керек дегендей. Өзім қатты қуандым. Жақсы өрлей берсін жұмыстарыңыз. Жалпы Риманың біздің сабақ барысымызда барлық жаттығуларға қатысады үнемді. Рима туралы менде оң көзқарас бар. Осындай біз сұхбат түсіреміз деген кезде Рима, мен де осындай сұхбатқа қатысқым келеді, анаммен дегесін біз осы нені жобаға ұсынған болатынбыз. Риман, сенің жалпы ендігі уақытта Рима, сенің өзіңнің алға қойған мақсаттарың бар ма? Хоббимен айналысып, соны ары қарай үлкейткің келе ме? Бар. Мамам көп қой. Қандай? Мамам көп дүкен ашам. Дүкен ашам. Яғни жалпы біздің елімізде қазір әлеуметтік бизнес жоспар деген бар, солай ма? Жалпы соған қатысып өзіңнің ары қарай үлкен бизнесіңді өрлеткің келеді. Біз сізге сәттілік тілейміз. Қашанда аман жүр. Қазіргі уақытта сол бизнес жасауда өзіңде қандай алға ұмтылыстар бар? Алдыма шатат күшті. Пайдасы бар? Пайдасы бар өзіне. Сізге қандай септігін тигізіп жатыр? Әрине септігі, мысалы бір кей мезгілдерде, бір қонақ шақыратын мезгілде, тағам мезгілде банағы тапқан пайдасынан беріп отырады әке-шешесіне. Мамам, мынау мен де қосқан үлесім деп. Мысалы қонақ шақырады, өзіміз мә айналайын рахмет деп алғысымызды беріп отырамыз. Кейде өзі бос уақытында мысалы апа жүрейік деп, бой жазайық деп, ана нелерге, центрлерге, инфинити сондай центрлер бар ғой, соларға қыдырып, соларға барып, сосын мынандай мейрамханаларға барып шай ішеміз. Маған бірде өзі маған киімдер алып беріп жатады, аяқ киім алып беріп жатады, соның бәрі. Аналы қызды болып сырласып, бөлек өзіміз жеке отырамыз. Қай балдар бәрі де жақсы ғой, бірақ дегенмен де үлкендігін білдіріп жүреді үйде. Өзінің інілеріне, сіңлісіне қамқор болып, әке-шешесіне де қамқор болып, біздің үлкейіп жатырғанымыз білем әлде. Мынау қосқан үлесім деп беріп жатырады. Сол банағыдай көбіне мейрамханаларға, соларға жеке барып, шай ішіп, өзіміздің әңгімеміз, сырымызды айтып енді
қыз баласы ғой қанша дегенмен. Жақсы, ауырсаң мама апа ауырма деп дәрі алып шеш деп бана өзі жанашырлығын білдіріп жатырады. Жалпы Рима өзі таза қыз, тазалықты өте жақсы көреді. Шапшаң үйді жинап, тамақты да тез-тез пісірген жақсы көреді. Өзі сондай шапшаң адам. Сосын өзіне бір Алла тағаланың берген мінезі болар енді. Айтып тастаған жақсы көреді. Өзі әкесі сондай кісі, ақты ақ, қараны қара деп айтып тастаған жақсы көреді. Артқа қалдырғысы келмейді. Иә. Өзі сондай адам бір өзі. Сол да жақсы қасиет бар деп ойлаймын. Жақсы. Рима саған әшекей бұйымдарды жаңағы соларды жаңа алып әртүрлі жақсы көремін деп айтып жатсың, хоббиімнің бір деп. Жалпы өзің таққанды жақсы көресің бе? Жақсы көреді. Бала кезінен сатады. Өзі бала кезінен сәнденіп, киініп, сәнді нәрселерді киіп, таза жүргенді өзі жақсы көреді. Сондай өзі. Өте қуаныштымыз, керемет. Жалпы сіздің алға қойған арман мақсаттарыңыздың орындалуына біз шын жүректен тілектеспіз. Сізге анаңыздың тілегі қабыл болсын деймін. Өмірде тек жолың әрқашан ашық болсын. Сәттілік тілеймін, жаңағы ойлап жатқан арман мақсаттарыңа жете бер деген тілегім бар. Сізге де анасы енді жаңа айтып жатсыз ғой, ана мен қыз болып сырласамыз деп, сондай сырластықтарыңыз ұзағынан болсын дегім келеді. Жақсы, осындай бізге сұхбатқа келгендеріңізге үлкен рахмет айтамын. Бізбен бірге шай ішіп отырайық. Бұрынғы мезгілдері ерекше балдар 18 жасқа дейінгі балдарда мысалы бана оңалту орталығы болады, сондайлар болады ғой. 18 жаста оларды мысалы әртүрлі шараларға шақырады, мысалы шырша болады, әртүрлі мероприятиялар болады, мысалы балалар күніне шақырады, сондай шаралар болады, қайырымдылық қоры болады. Ал мына 18 жастан асқаннан кейін адамдар мысалы ешқандай қатысатын шаралар болмады. Ал осындай жоба ашылды, соған Аллаға шүкір етемін мен. Ал қазір рахат қой, 18 жастан асқан адамдар өздерінің орталары бар, сөйлейді, достар табады, әңгіме айтып отырады, мысалы мұның өзі көп жетістік. Қызыма да сол шүкір етемін, осы орталыққа келгеннен бері қарай бірталай өзгеріс бар. Осы орталық өрлей берсін деп тілек айтамын енді. Рима, сізде қандай тілек бар? Көп рахмет. Аман болсын, апай бер. Рахмет апай. Рахмет. Енді басынан бастап айтып жатырмын ғой, енді мына Тең қоғам ұжымына Алла разы болсын, көп рахметімді айтқым келеді. Және мына Тең қоғам ұжымының басшысы Гүлзира Даниярбекқызы бір өте тамаша жан, бір басшы болған менде бір өте тамаша адамгершілігі мол адам. Қай кезде көрсеңде бана сөйлесіп, амандасып, қал жағдайыңды біліп отырады. Өте бір жақсы, ризамын бәріне. Және мына Балдай апайымызға да, о кісіге де рахметімді айтқым келеді. Және де мына сіз ғой енді Айман Болатқызы, сізге мың алғыс, көп рахмет. Сіздің келгеніңізге де биыл өте риза болдым. Кәдімгі бірталай өзгеріс бар, сол сіздің айтқаныңызды айтып қайталап отырады ғой. Мына психолог Айнұр ханымға ұмытып бара жатырмын. Көп ризашылығымды білдірем. Өте жақсы, жылы лебізді адам бір өзі. Аман жүрсін, Алла береке берсін. Осы Тең қоғам ұжымына өрлей берсін дегім келеді. Сол тілегім. Рахмет. Ал құрметті көрермен, бүгін бізде сұхбатта болған ана мен қыз арасындағы және бізбен бірге болған сіздер үшін үлкен рахмет айтамыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сау болыңыздар, сау сәлемет болайық.